Миллион тұрғыны бар қаладан келген, миллион Шымкент. Gördüğüm bu paketler benim derman. Қазір айбет бестірен, балдыр кішкене оқасыз бүйтіп қимылдар жасап жатыр. Жайдарман ойнамағанда біраз оған андай шығып қалған ба, сондай болып тұрсыңдар. Сахнаға шықпағанымызға сөзін шыны керек 6 ай болды. Сахна мәдениеті деген ұмыттық. Ойбай, кешіріңдер, микрофонда оң қолым ұстауым керек. Оң қолым қайсы екенін білмей қалғам ғой. Қалай сөйлеу керек екенін білмейді. Мынаны ұмытпайықшы, бүгін барымыз салып қатты қызып жатса, маскымыз шешіп ұстап тұрып ойнайықшы. Сөйтіп бүгінгі ойынды жақсылап ойнасақ, бір жақсы жер ұлттық арнада сен бүгін бір-ақ рет көрсетеді бұны. Баяғыда күніге көрсететін ұлт не тамаша ТВ жоқ қазір, сондықтан барымыз салып ойнайық. Дұрыс, кеше мамашым ашуланып жатыр. Не дейді? Осындай қиын қыстау заманда халықтың езуіне күлкі сыйлайтын тамаша ТВ телеарнасы неғып жабылып қалды деп жатыр. Сен мамаң ішпәлі емес Ерболат. Иә, мен мамам ішпәлі емес. Мен мамам айтады ше, ақыр жаққыш болса, ана қалауы мен үшін жаппайды дейді. Ой, сен мамаң ішпәлі емес? Қалай ішпәлі емес? Сен мамаң бет жаңа ішпәлі емес? Мен мамам ішпәлі емес. Сен мамаң ішпәлі емес. Мен мамам айтып жатыр. Не дейді? Балам дейді да. Біреудің каналын не қыласың дейді да. Сен одан да өзің каналың тураласа дейді да. Ертең Құдай қаласа көктем шықса, үйдің жан-жағын жинап, келінді болып, со бала-шаға сүйіп, немерелі болып оттаймыз ба деп Ой, жатыр. Мансар, не сахнаға шығып көпшіліктің алдында жеке бастардың проблемасын айтып кетесіңдер. Не қаласың үйленіп ол, жап-жасың ғой, не істейсің? Не істейсің деген несі? Братандардың істеген істейсің да? Мансар, менің ше ағам жоқ қой, мен не істеймін үйленгенде? Сен менен көрген істейсің лазым ба Мансар? Тамаша, ендеше ағаларының жақсы ісін үлгі санап жүрген миллион командасы кетті! Құрметті қазылар алқалары, сіздер бұл әзілді түсінбеулеріңіз мүмкін. Қазіргі таңда жастар саябақтарда осындай бір түрлі сұхбаттары жүргізетін болған. Сәлем, есімің кім? Зарина. Қай жылғысың? 2002. Менде сен жігітің болуға қанша процент шанс бар? 100%. Егер менің қызым болды, әйелім болды, сен келісетін бе едің? Иә. Рахмет. Рахмет, эстрада жарық жұлдызы Сейфуллин Жолбарыс ағамыз дүкенде. Ерге, қақта жүрсің сен? Азыл хабарлық деп отыр. Танисың ба мені? Жоқ. Кім мен? Танисың ба мені? Таним, иә? Кім мен? Сонша айқайлап отқаны, шығыз, милиция шақырамыз. Ұстамай. О, Сейфуллин аға, қалай суретке түсіп отырсыз бен аға? Гитара. Кімсің? Önce. Сонымен жалғастырамыз. Абай атамыздың 175 жылдығына ұйымдастырылып жатқан айтыс. Бір қызығы азаннан кешкенің күні түні қызбен айтысам деп дайындалған айтыскердің аяқ астынан қарсыласы ер азаматқа ауысып кетіпті. Ай, кездесуге себептері көп емес пе? Өзіңмен жолықпаймыз неге кешке? Ай, шегесін майыстырмай кіргізетін. Жігіт іздеп жүрген қыз. Сен емес пе? Оу, еркекке сүйсейік дегені нес? Ерінімді не қыласың жара болған? Сен өзің аумайсың ау дедім ғой. Анау 91 беді кім аналардан? Шегеңді сумаңдата берме көкем, алдыңнан күтіп алар қарап алғамай қаяқоу. Оу, ақтамағыңнан бір иіс Сен келсе... жөнді дайындап деген. Сонымен жалғастырамыз. Ұйымдастырылуы нашар, жағдайы жоқ ауылдағы митинг. Жаз. Не деп жазсын? 42.500-ді айна емес, аптасына берсін. Жаз. Ойбай, аға сыймайды ғой мұнан бөлінген, мұнандай ақпарат қой. Қағазға деп бердік қой ақша кеше. Ақша бергенде бүгін митингке шығамыз, айқайлаймыз, су керек деді. 2 болып Сарағашқа жібердік қой ақшаның бәрін жаңа. Осы тұра береміз бе? Бала-шағамыз жылап кетті, бірдеңе істесеңізші. Айжамал апши, көлеңке бар, емізде тұрсаңыздар, көтерілеміз ғой, сәл шыдасаңыздар. Емізден сүт шықпайды, сүт жоқ қой, не істейміз енді? Айжамал апшиме 1 литр сүт де. Енді өкіметке Айжамалың сүт дейіп сұрайсың бе? Не сташин деп жазсай. Болатын нәрсе сұрайық. Шықсаң да бәле, шықпасаң да бәле. Шыққаныңызға бір нәрсе бере ма? Береді, 5 жылдан 3 жылға дейін береді. Уайымдамаңдаршы ол жағын. Айтыңдар, жөнді нәрсе айтсаңдар, әрдеңе деп жаза Не айта береміз қазір? Сағат 1 болып біздің Шымкентті білесің, ысыйды қазір. Онда азан салқымен шығамыз. Сөйтейік, болмайды. Рахмет, баяда ақын аталарымыз айтқан екен, менің бағам халқымның езуінде деп. Бүгін енді
қиын болып тұр, Я түсініксіз шынымен деп. есін алған, жалпы бүгінгі ойын қалай болайын деп отыр өзі, айналдырған бес қазылар алқасы отыр. Иә. Баяғыда рахат ет халықтың у-шуымен келесі ойынға өліп кететіндік. Иә. Халықтың даусымен өз. Біздің жайдарманда ғана ғой тұр, халықтың даусы бір екенін шешетін. Дұрыс па? Иә. Сіздер де байқап отырыңыздар, алдайды қазір. Жастар шығады да, біз жас командамыз зорға келдік дейді. Біздің спонсорымыз бар еді, лақтырып кетті, зорға келдік дейді. Біреу айтады, біз 7000 километрді артқа тастап келдік дейді. Кесе өздері үшін келді. Дұрыс па? Мен үшін келген жоқ, болмаса есін сіз үшін келген жоқ. Өздері жұлдыз болу үшін келді, дұрыс па? Дұрыс. Қазір шығады алдай салады, сіздерге келеді да, біздің әкіміміз жаман, біздің жолымыз жаман дейді. Өздерінің проблемаларын айтып кетеді. Бұл жер проблема айтады, әкімдіктің алды емес, дұрыс па? Дұрыс. Со бір айтсаң ақыл үйреткендей боласың дейсің а? Айтпасаң звондайсың, Мансар айта салуың керек еді артынан. Артық айтып қойған жоқпын ба? Или кешірім видеосын түсіріп алайық па бірден? Жақсы. Жақсы ғой, а? Нормально. Рахмет, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен миллион командасы арнайы Шымкенттен.